Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз ер адамдардың көбі ойлайтын, бірақ ешкімге айтпайтын құпия тақырыпта сөйлесеміз. Жыныстық белсенділік. Бұл тек төсек қатынасы немесе ләззат алу ғана емес. Бұл ер адам ағзасының жалпы жағдайының, гормондық тепе-теңдігінің және жүрек қан тамырлары жүйесінің айнасы. Егер сіз соңғы уақытта күш қуатыңыздың төмендегенін немесе бұрынғы белсенділіктің жоғалғанын байқасаңыз, бұл видео дәл сіз үшін. Мен Мирас Ерланұлы, бүгін сіздерге жарнаманың емес, медицинаның тілімен мына сұрақтардың жауабын берем. Бірінші, жыныстық белсенділікті қандай препараттардың көмегімен белсендіруге және оның қалай жұмыс істейтініне жауап берем. Екінші, қандай препараттарды мүлдем ішуге болмайтыны және оның қаупін айтамын. Үшінші, бұл проблеманың түпкі себебі неде және оны дәрісіз қалай шешуге болатыны туралы құпияны ашамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі соңында мен сіздерге ерлер қуатын табиғи жолмен арттырудың жолдарын айтамын. Көптеген ер азаматтарда жыныстық белсенділік мәселесі туындаса, бірден сиқырлы таблетка іздеуге көшеді. Бірақ айтарым, себебін таппай, салдарымен күресу уақыт пен ақшаны босқа кетіру болып саналады. Егер түпкі себебі анықталмаса, ең қымбат препарат та көмектеспейді. Жыныстық белсенділіктің төмендеуіне әсер ететін 4 негізгі факторды бөліп көрсетуге болады. Бірінші фактор – тестостерон деңгейінің төмендеуі. Бұл ерлердің басты гормоны. 30 жастан асқан соң тестостерон деңгейі жыл сайын шамамен 1-2%-ға табиғи түрде азая бастайды. Алайда, қазіргі таңда семіздік, дұрыс емес тамақтану және ұйқының бұзылуы бұл процесті тым тездетіп жіберді. Егер таңертеңгілік сергектік жоғалса, бұл гормондық теңгерімнің бұзылғанының алғашқы белгісі. Екінші фактор – қан айналымының бұзылуы. Жыныс мүшесінің сау жұмыс істеуі қан тамырларының күйіне тікелей байланысты. Медицинада бір маңызды қағида бар. Эректильді дисфункция жүрек ауруларының алғашқы дабылы. Яғни, бұл мәселе болашақтағы инфаркт немесе инсульттің алдын ала берілген белгісі болуы мүмкін. Сондықтан бұл симптомды елемеу өте қауіпті. Үшінші фактор – психологиялық факторлар. Кейде проблема физиологияда емес, басымызда болады. Тұрақты стресс, жұмыстағы мазасыздық, созылмалы шаршау, немесе серігіңізбен арадағы түсініспеушілік. Мұның бәрі либидоны бұғаттап тастайды. Мұндай жағдайда дәрі емес, демалыс пен психологиялық тепе-теңдік қажет. Төртінші фактор – өмір салты. Темекі шегу, алкогольді шамадан тыс тұтыну және аз қозғалыс қан тамырларын тарылтып, ағзаны улайды. Егер сіз күніне 5 сағат қана ұйықтап, үнемі фастфуд жесеңіз, ешқандай дәрі сізге бұрынғы күш қуатыңызды қайтара алмайды. Дәріханаға жүгірмес бұрын өз өміріңізге сырт көзбен қараңыз. Мүмкін сізге тек ұйқыңызды қандырып, артық салмақтан арылу жеткілікті болар. Енді дәрілерге тоқталсақ. Мен дәрілерді рецептпен берілетіндер және рецептсіз алынатындар деп 2 топқа бөлемін. Бірінші топтағы дәрілер ПДЕ, 5 тежегіштер деп аталады. Бұл дүние жүзінде ең көп зерттелген және тиімділігі дәлелденген дәрілер тобы. Дәрілерді атап айтсақ, милденафил, яғни Виагра жатады. 36 минутта әсер ете бастайды. 4-6 сағат жұмыс жасайды. Тамақпен бірге қабылдаса, әсері кешіктелуі мүмкін. Бастапқы дозасы 50 мг. Дәрігер жағдайға қарай жоғарылатады немесе азайтады. Тадалафил, яғни Сиалис. Ерекшелігі 36 сағатқа дейін әсер етеді. Сондықтан апта сайынғы дозада да қолданылады. Ең икемді препарат деп есептеледі. Варденафил, тезірек сіңеді, тамақ таңдамайды. Кейбір ерлерге осы нұсқа ыңғайлы келеді. Маңызды ескертетін жағдай, бұл дәрілер жыныстық ықыласты арттырмайды. Олар тек қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Яғни, ынтыққанда ғана жұмыс жасайды. Осы дәрілерді нитраттармен бірге қабылдауға мүлдем болмайды. Жүрек ауруына байланысты нитрат дәрілерін ішетін болсаңыз, бұл препараттар өмірге қауіпті. Сондықтан бұл дәрілерді тек дәрігер жазып бергенде ғана қабылдаңыз. Енді ең маңызды бөлім – тестостерон терапиясы. Бұл тестостерон деңгейі шынымен төмен болғанда қолданылатын емдеу әдісі. Бірақ өз бетінше қабылдауға мүлдем болмайды. Неліктен десеңіз? Сырттан тестостерон енгізсе, организм өзінің өндіруін тоқтатады. Бұл безді атрофияға, бедеулікке, гормондық тепе-теңдіктің бұзылуына әкелуі мүмкін. Тестостерон терапиясы тек қан анализімен тестостерон төмендігі дәлелденсе, дәрігердің бақылауымен тұрақты анализ тапсыра отырып қолданылады. Формаларына келсек, гель, инъекция және пластыр түрінде болады. Дәрігер жеке жағдайға қарай таңдайды. Егер сіз 40 жастан асқан болсаңыз және либидоның төмендеуі, бұлшықет массасының азаю байқалса,
эндокринологқа барып, тестостерон анализін тапсырыңыз. Бұл ең дұрыс қадам. Енді биологиялық белсенді қоспалар туралы айтсақ. Бұл жерде мен өте ашық айтамын. Нарықта жарнамаланатын заттардың көпшілігі пайдасыз. Бірақ ғылыми зерттеулерде белгілі нәтиже көрсеткен бірнеше биологиялық белсенді қоспалар бар. Олар: бірінші, цинк тестостерон синтезіне тікелей қатысады. Цинк жетіспесе, тестостерон деңгейі төмендейді. Күніне 25-45 мг мөлшерінде жеткілікті. Ең жақсы табиғи көзі ет, теңіз өнімдері, асқабақ тұқымы. Екіншісі, D3 витамині. Зерттеулер D3 жетіспеушілігі мен тестостерон төмендігі арасында байланыс бар екенін көрсетеді. Қысқы уақытта, күн аз болғанда, қоспа ретінде қабылдау орынды. Үшіншісі, ашваганда өсімдігі. Бұл адаптоген өсімдік. Стрессті азайтады, кортизол деңгейін түсіреді. Ал кортизол жоғары болса, тестостерон төмен болады. Бірнеше зерттеу либидо мен төзімділікке оң әсерін көрсетті. Төртінші, мака тамыры. Перудан шыққан өсімдік. Либидоға оң әсер бар деген зерттеулер бар. Тестостеронды тікелей арттырмайды, бірақ жыныстық ықыласқа әсер етеді. Бесінші, триболус террестрис. Жарнамасы көп, бірақ ғылыми дәлелі аз. Мен бұл препаратты ұсынбаймын. Ескеретін жағдай: биологиялық белсенді қоспалар дәрі емес. Олар бірден нәтиже бермейді. Кем дегенде 2-3 ай тұрақты қабылдау керек. Және олар дұрыс ұйқы мен спортты алмастырмайды. Ер азамат ретінде де сіздерді мына қателіктерден сақтандырғым келеді. Бірінші, интернеттегі белгісіз жарнамаларға сенбеңіз. Контрафактілі, яғни жалған препараттар нарығы өте үлкен. Зерттеулер көрсеткендей, желіде сатылатын Viagra тектес дәрілердің 50%-дан астамы жалған. Олардың құрамында ауыр металдар немесе мүлдем басқа химиялық қоспалар болуы мүмкін. Бұл сіздің жүрегіңізді, бауырыңыз бен бүйрегіңізді істен шығаруы ықтимал. Екінші, досым ішіпті, көмектесіпті деген қағиданы ұмытыңыз. Әркімнің организмі жеке әлем. Досыңызға шипа болған дәрі сіздің қан қысымыңызды шекті деңгейге көтеріп жіберуі мүмкін. Үшінші, 100% табиғи, ешқандай жанама әсері жоқ деген сөз маркетингтік тұзақ. Кез келген биологиялық белсенді заттың жанама әсері болады. Табиғи деген сөз қауіпсіз дегенді білдірмейді. Төртінші, анаболикалық стероидтардан аулақ болыңыз. Кейбір ерлер бұлшықет пен қуатты арттыру үшін гормондық стероидтарды қабылдайды. Бұл өте қауіпті жол. Уақыт өте келе ағза өз тестостерон өндіруді мүлдем тоқтатады. Бұл қайтымсыз бедеулікке әкеледі. Жыныстық белсенділік – бұл сіздің еркектік қуатыңыздың ғана емес, жалпы денсаулығыңыздың айнасы. Егер мәселе туындаса, ұялмаңыз, жасырмаңыз. Бұл медициналық жағдай және оның шешімі бар. Денсаулығыңыз ең басты байлығыңыз. Бұл видео пайдалы болды деп үміттенемін. Каналға жазылып, бұл ақпаратпен жақындарыңызбен бөлісіңіз.